Құрметті Целиноград ауданының тұрғындары және Қосшы қаласының тұрғындары мен қонақтар, менің есімім Әбсаттар Үкібайұлы, Целиноград аудандық бас санитарлық дәрігері. Бүгін тағы да сіздерді коронавирустық инфекцияның жағдайы және ахуалы жөнінде тағы да тоқталып өткіміз келіп отыр, түсіндіріп өткіміз келіп отыр. Жалпы пандемия басталғалы бері статистикалық есептерге келетін болсақ, Целиноград ауданы мен Қосшы қаласы бойынша 2762 жағдай тіркелген болатын болса, Целиноград ауданында 1966 жағдай, және Қосшы қаласында 796 жағдай тіркелген болатын. Енді 2020 жылы 374 жағдай тіркелген болатын болса, 2021 жылы 1576 жағдай тіркелді. Үстіміздегі 2022 жылдың бүгінгі күніне шейін 813 жағдай тіркеліп отыр. Қосшы қаласы бойынша 210 жағдай, және Целиноград ауданы бойынша 603 жағдай. Енді біздің республикамыздың барлық облыстары қазір жасыл аймақта. Бұл қуантарлық жағдай, және біздің облыс көлеміндегі аудандардың барлығы да жасыл аймақта. Оның ішінде біздің Целиноград ауданы мен Қосшы қаласы жасыл аймаққа көшті. Өткен аптаның соңынан бастап деп айтуға болады. Енді пик заболеваемости, аурушаңдықтың ең жоғарғы көрсеткіштері өткен жылдың шілде, тамыз айларына, қыркүйек айларына келген болатын болса, осы жылдың 2022 жылдың қаңтар, ақпан айларында ең жоғарғы көрсеткіштер тіркелді, және соңғы аптада аурушаңдықтың төмен қарай түсуі, төмендеуі байқалады. Бұл қуантарлық жағдай. Соңғы аптаның өзінде біздің ауданымыз бен Қосшы қаласының қосып есептегенде 5 жағдай тіркелетін болса, тәулік бойына, соңғы тәуліктерде ешқандай жағдай регистрация тіркеуде болмады деп айтуға негіз бар. Енді біздің мамандардың талдауы бойынша ошақтарды сұрау зерттеу кезінде анықталған, біздің талдау жасап отқан кезімізде сол көбінесе сол пенсионерлер аурушаңдық көрсеткішінде көрсетіп отқан, және оқушылар арасында да тіркелген жағдайлар бар. Оған қазір біз төменде шамалы тоқтап өтетін боламыз. Барлық ошақтарда эпидемияға қарсы іс-шаралардың бәрі толық жүргізілуде. Елді мекендерге тоқтайтын болсақ, ол барлық елді мекендерде, сонымен қатар ең жоғары көп тіркелген елді мекендер Ақмол, Арайлы, Қызылсуат, Сарыкөл, Төңкеріс, Қызылжар, Родина ауылдарында тіркелген болатын болса, Қосшы қаласында да 50%, осы көрсеткіштердің 50% Қосшы қаласымен тіркеліп есепке алынуда. Облыс бойынша 2021-2022 жылдың оқу жылдығына 3746 жағдай оқушылардың арасында тіркелген болатын болса, біздің ауданымызда бұл көрсеткіш 124-ті көрсетті. Барлық мектептердегі және организован коллективтердегі барлық қоғамдық коллективтердің барлығында дер кезінде эпидемиологиялық іс-шаралар қабылданды. Ошақты оқшаулау, шектеу жұмыстары, балалардың жұмыстарының бәрі толық жүргізілді. Енді ауруханада жатқан койкалардың жүктеме сандарына тоқталып өтетін болатынбыз. Ылғи да біздің ауданымыздың осы аурумен ауырған науқастар, бұл Астана қаласының, Нұр-Сұлтан қаласындағы аудандық, облыстық нөмір 2-ші аурухананың инфекциялық бөлімінде жатады. Қазіргі оның жүктемесі 4% жетіп отыр. 2 ауру бұл жерде емін қабылдап жатыр, соңғы мәліметтерге байланысты. Құрметті Қосшы қаласының тұрғындары және Целиноград ауданының тұрғындары, аурушаңдықтың соңғы аптада күрт төмендеуі әрине қуантарлық жағдай, бірақ біздің естен шықпау керек жағдайымыз. Ылғи да ескерткіміз келеді сіздерге: жеке бас гигиенасын сақтау, маскалық режимдерді сақтау, және ең үлкен бір мақсат ол егу жұмыстарын ары қарай жалғастыруға шақырамыз. Біздің аудан көлемінде Қосшы қаласы бойынша жалпы жоспарланған 32600 халықтың 61%-ын біз егумен қамтыдық. 19884 жағдайы жоспарлағанның 18476 жағдайға екінші компонентпен егілетін болса, 19884-ті толық егумен қамтылды. Контингенттер бойынша дәрігерлеріміз, мұғалімдеріміз, ауыл шаруашылық қызметкерлері, кәсіпкерлік саласы, мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері толық қанды өзінің пайыздық көрсеткіштерімен егумен қамтылды қазіргі таңда.
Және тағы да бір айта кететін жағдай, біздің аудан көлемімізде қазір бүгінгі таңда Спутник V вакцинасы, Хаят Вак вакцинасы, Каз Вак вакцинасы, Корона Вак вакцинасы, Верацел вакцинасы, соңғы Ресейден келген Спутник Лайт вакциналары қолданыста бар екенін ескертіп өткіміз келеді. Осы екпелердің барлығы, вакциналардың бары біздің халқымызға қол жетімді, пайыздық көрсеткіштеріне тағы да тоқталып өтетін боламыз. Және жасөспірімдерге, емізулі әйелдерге, жүкті әйелдерге арналған қосымша Американың Камернаты вакцинасы, Pfizer компаниясы шығарылған өндірген. Ол қазіргі 12 мен 18 жас аралығындардағы және жүкті әйелдерге және емізулі әйелдерге арналған, онымен қатар жаңадан бас санитарлық қаулылардың өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты бұрын 60 жастан жоғарғы кісілерге де осы Камернаты вакцинасын егуге рұқсат берілген болатын болса, енді соңғы қаулыға сәйкес 50 жастан жоғарғы кісілерге де осы Камернаты вакцинасын егуге рұқсат берілді. Және сонымен қатар медициналық қызметкерлерге егуге рұқсат берілді, және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да осы Камернаты вакцинасын егумен қамтуға рұқсат берілді. Бүгінгі таңда біздің ауданымыздың және Қосшы қаласының көрсеткіштері егілген толық жүкті әйелдер 63-ге жеткен болатын болса, емізулі әйелдер 538-ді қамтыды, және 60 жастан енді жоғарғы, 50 жастан жоғарғы азаматтарда егумен жалғастырылуда. Құрметті аудан тұрғындары, Қосшы қаласының тұрғындары мен қонақтар, Целиноград аудандық санитарлық-эпидемиологиялық басқармасы сіздерді осы коронавирустық індеттің жеңудің бірден бір жолы егумен қамту екенін тағы да ескерткіміз келеді. Және қазіргі таңда ревакцинацияның уақыты келді. Ревакцинацияның уақыты жүріп жатыр. Барлық ұжымдардағы өзіңіздің туған туысқандарыңыздың амандығын қолдау сақтау мақсатында өзіңізді екпеге алуға және ревакцинациядан өтуге шақырамыз. Енді қысқаша тағы да соңғы бас санитарлық дәрігердің және біздің облыстық бас санитарлық дәрігердің қаулыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуге байланысты тағы да қысқаша тоқтап өткіміз келеді. Қазіргі таңда бұрынғыдай аурушаңдық ошақта, аурушаңдық көрсеткіштерінің ішіндегі қарым-қатынастағылар деген түсінігі жоқ. Қарым-қатынастағыларды ПЦР тестілерін өткізбейміз. Үйде бір адам ауырған жағдай болатын болса, ол қарым-қатынастағылар, егер оларда ешқандай клиника симптом болмаған жағдайда өздерінің жұмыстарын жалғастыра алатын болады, және кәдімгі өмірдегідей өмірін жалғастырып кете беретін болады. Оқшаулау деген жоқ. Және ауырған ПЦР тесті оң нәтижесі болған науқастардың өзінде бессимптомный дейді. Симптомы болмаған жағдайда 7-ші күні қайта тексеруден өткізіліп, егер тексеру нәтижесі теріс болатын болса, яғни ауру белгілері болмайтын болса, ПЦР тестінің қорытындысы теріс болған жағдайда, бұл кісілерде жұмысын ары қарай жалғастырып, оқшаулаудан шығарылуға рұқсат берілді. Бұның барлығы қазіргі коронавирус инфекцияның төмендеу бәсеңсеуіне байланысты оңтайландырылған шаралар болып есептеледі. Жеңілдетілген шектеу шараларының жеңілдетілгені болып көрсетіледі. Дегенмен осыған қарамастан біздің азаматтарымыздың, аудан тұрғындарын, қонақтарды тағы да маскалық режимді, социалдық, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға шақырамыз. Ылғи да жеке бас гигиеналарыңызды сақтап, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап, екпелеріңізді тиісінше уақытта алып жүрулерге шақыртамыз. Егер маған сұрақтарыңыз болатын болса, мен сіздерге жауап беруге дайынмын. Қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Біз тікелей эфирде екенімізді тағы да хабарлаймыз. Және қосымша тағы да айтып өту керек, ашық бағдарламасына байланысты қазір енді қарым-қатынастағылар жоқ деп түсіндіріп өттім. Және оң нәтижесі көрсеткен науқастар үйіне оқшаулау жағдайын осы 7 күннің мерзімде олар өзінің мерзімін толық күту керек. Және осы басқа қоғамдық орындарға, көпшілік баратын орындарға олар шықпау керек. Оқшаулау мерзімдерін толық сақтау керек. Жыл осы пандемия басталғалы бері толық 2021 жылы біз ашық бағдарламасы арқылы қарым-қатынаста болғандардың және тиісінше оқшауланбағандардың әкімшілік тәртіпке тарту бойынша
2021 жылы 64 жеке тұлғаны біз әкімшілік жауапқа тартқанбыз. 2022 жылы осы ашық бағдарламасы бойынша қызыл статуста және өзінің оқшау жағдайын бұзған 20 тұрғын анықталып, олардың да әкімшілік жауаптары қарастырылуда. Құрметті аудан тұрғындары және қонақтар, жылдың наурыз мерекесі келді, жылдың жылы мезгілі келді. Осыған байланысты тағы да сіздерді наурыз мерекелерінде келе жатқан үлкен мерекелерде барлық сақтық шараларға сақтауға шақырамыз. Және екпе жұмыстарына ревакцинациядан өтуге шақырамыз. Сұрақтарыңыз болмаса, тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенде сау болыңыздар.